Деке Арманның бандиттері ақша бопсалап жүр. Полиция іске кірісті. Алматы облысының полициясы бұған дейін әлеуметтік желіге шағымданған ананың арызы жөнінде түсініктеме берді. Ол әйел біреулер ұлынан ақша бопсалап жүр деп мәлімдеген еді. Әлеуметтік желілерде бассыздықты тоқтатуды сұраған әйелдің видеосы тараған болатын. Оның айтуынша, 2 жыл бойы Жабайы Арманның ұйымдасқан қылмыстық тобының қатысушысы Чин Албан атты біреу ұлынан ақша талап еткен. Әйел ұлына қарақшылар қоқаң-лоқы көрсетіп, ұлына юбка кигізіп, ролик түсіріп, ақша талап еткенін айтады. Президенттен көмек сұрайды. Алматы полициясы бопсалау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Басқа жағдайлар анықталып жатыр. Тергеу барысы Алматы полиция департаменті басшылығының бақылауында деп хабарлады Алматы полициясы. Бұған дейін Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің басқарма бастығы Қуандық Алпыс Деке Арманмен байланыста болған 15 адамның ұсталғанын хабарлаған болатын. Былтыр 21 қыркүйекте Арман Жангелдиев пен Қайрат Құдайберген және басқа да тұлғаларға қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау аяқталған. Деке Арман лақабатымен танылған Арман Жұмагелдиев 2022 жылы 7 қаңтарда ұсталған. Сол жылы сәуірде Қайрат Құдайберген де ұсталған болатын. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтеміз.